жасақталған сөз жұмбақ дайындап келдім. Бұл жерде жақсы балаға тән қасиеттер, яғни жақсы баланың бойында болу керек жақсы қасиеттерді біз анықтап алайық. Сол кезде сол арқылы біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз анықталады, иә? Жақсы. Жасырылған. Ал бірінші жолдас сөз жұмбақты кім табады? Кел қойсақ, қандай сөз деп ойлайсың? Ақылды. Ақылды. Келеді ма сен? Алғазай. Келесі жолға, екінші жолдағы сөзді кім табады? Кел жаман. Қандай сөз деп ойлайсың? Ұзақ оқушы болады ма бізде? Саны жетеді ма тоғыз сөз? Қарашы. Келеді екен. Келесі та деген дыбыстың айналасындағы сөзді жауабын кім табады екен? Диплом. Шағой. Шыншыл. Қажақ ұнталы. Диплом шағой екен. Сыбайы. Та деген. Әдемі жазайық. Қаттан мән беруіміз керек. Жөнде қолды. Келесі бізде о деген дыбысы жасырылған, оған кім шығады? Ғайша. Ғайша шыншыл. Қандай сөз? Тақырып деген сөз. Сол көзде десер ма? Қарау түсін болмағаны. Әдемі жазайық. Қатты баспақ. Дұрыс жағдай. Сырымызды, іштегі мұңымызды бөлісетін өмірде кездескен адамымыз. Досыңыз, иә? Жақсы, тағы жауап бар ма? Дос деген кім? Қандай қасиеттері болуы досы жинаған? Досына сонда досымен ғана болмақтан дос боларын сен, мендегі досына достасқан сендегі досымен болып, сонда тұрмақтан дос көп пе апырас. Достарына көбіне не сыйлайды бізден? Өте мәртебелер, жылқылар сыйлауы мүмкін, иә? Қазір біз енді қарсы топтағы нелерімізге, оқушыларға бір-бірімізге осындай жылқыларды сыйлап отырамыз. Жанатқа сыйлықтарыңыз бар ма? Бар. Достық тобының атынан Жанатқа 2 жылқы береміз. 2 жылқы беріп жатсыз ба? Бір емес. Не деген мәрттік Бекуата? Рахмет Бекуата. Келесі. Бұл сенің өзің шығару керек, иә? Жаман емес. Болашақта жақсы ақын шығар екен Бекуаттан. Ал Мирас? Апай, екеуін шығарды. Достым жүрге бірге, жылдық бірге әрқашан. Келексің, өте қатты сен маған. Біреу бақыт санайды, ақша деп, біреу бақыт санайды, махаббат деп. Бірақ қайдан білсін бақыт болмасын. Достық сөздің мағынасы көп болса да азаяр. Керек кезде табылады, жалғыз ғана бір өзің, келексің маған сен өзің.
Қол бұлғаймыз бір-бірімізге. Қол бұлғаймыз. Келесі бестіктер көздерімізді қысып, әдемі көңіл күй сыйлаймыз. Күлкі сыйлаймыз, иә? Бестіктер бір-бірімізге қарап көзімізді қысамыз. Келесі албоқта қол ұстасып, секіреміз, қуанамыз. Жас, Жансәуле. Бір-бір қол ұстап секіре қойды. Ал сегіздіктер ауа сүйсі воздушный поцелуй. Келіңіз. Қайда? Сегіздіктер қайда? Қайда? Енді осылайда болып бізге салыңдар. Не біз қыздарға келсін, иә? Жарай тоғыздықтар. Тоғыздықтар кімдер? Ал массаж жасаймыз. Келесі ондықтар. Арқаларымызды бір-бірімізге сүйкестіріп алып. Былай жасайық, иә? Бір-бірімізге тек жай ғана қол-қолға қамдасақ. Қыздардың арасында болғаны жақсы. 11-ліктер бар ма? 11-ліктер. Құшақтаймыз. Жақсы. Сонымен бүгінгі сабағымызды әдемі осындай көңіл күймен бастаймыз. Әрбір адамға дос керек өйткені не үшін керек әрбір адамға дос? Қасынан табылады, үнемі, иә? Әрбір адамға дос керек өйткені сыйластық па жерде? Тамақ? Не бар сыйластық па жерде? Кіші баланың ұялы телефонын тартып алды. Сынып жиналысында оны мұғалім талқылап жатыр. Ал ол бала сенен көмек күтіп отыр. Сен не айтар едің дейді. Бірден жауабыңыз дайын ба? Қайда ойланасыз? Кішкене ойланып ақылдасып алып соғып жатыр. Сенің оларға шаман жетпейді. Ол балалар үлкен ғой сенен күшің жетпейді. Не істейсіңдер ал? Қасымыздағы адамдарды шақырып көмекке шақырыңыз ба? Жақсы. Жауаптарыңызды қабылдайық. Жақсы, оқушылар, 5-ші мәні бар. Кім оқиды? Мәнерден жақсылап оқитын кім бар? Кім оқиды? Орында тұрып. 66-ші бетте. Жерде бір қызы қария өмір сүріпті. Жалғыз ұлы бар екен. Әкесінің дәулетке семіріп, аттан түсіп жерді құрып, жолдас жолдарының көк кезеп, күніге той, қызыққа батып жүріп алыпты. Бір күні әкесі шақырып, ой, әке, қарай білгем жоқ, жолдас дос көбейтіп жүрмін ғой. Көп сол достарының бәрі мен дегенде ішкен асын жерге қояды, айтқанын шықпайды дейді. Ендеше сол достарын сынап қайтады дейді. Соны айтып, өзі бір айтып бақты. Сіздер кішкене дайындалғанша, жасап болғанша, жоспарымыз болғанша, өткенде біздің дайындап жатқан диалогымыз бар еді ғой. Өткен тақырыпта біз диалог және монолог деген бүгінде өткен барымыз. Сіздер екі диалог дайындап көрдік. Яспен, Наурыз, иә, келin. Қанатымды қарызда жеңген заманда, сендей жаны жарымды серік табам бар. Нағыз достық махаббаттан бірден келемez. Достықтары тағы жетемez. Ізгілікте алғысымен, сатылмайтын нарқышымен, сатылмайтын болмысымен, сауға ол сезім, заңдылығы бұл жасырмасын, жасырмасын асыл досым, қай кешері қасындасын көреді. Саналасам қоғамның жарық тұманды, бір досы жоқ адамның даңқ күмәнді. Ер жеңгісі елдер жиырма атасы. Достықпенен өлшенер ұлттың сапасы. Достықпенен өлшенер ұлттың сапасы, иә?
Ал тыңдайық. Біздің достық тобымыздың атынан диалогымыз сәлем досым, сәлем, екеуміз бірге партия барып келейік. Қалай қарайсың? Сен менің жан досымсың. Менің де сен менің жан досымсың. Менің де сенің жан досымсың. Менің де сенің жан досымсың. Кішкене сол жағын қайта қарап тұрсақ. Мен жазымда үшінші жаздан бұл жағының басынан сәлем құдайды салат құрбан қолдайсың ба? Я деп ойлаймын дейді. Екі күннен кейін құрбан мен жаман нәрсеге ұрындым. Содан көмектесе аласың ба? Жоқ, мені араластырма сөзім қандай. Әдемі шыққан, иә? Жақсы. Ал. Сәлем достым, сәлем. Қалайсың? Жақсы, өзің неге жақсың? Сен ең көрінше және ең адал досымсың. Сен сақта жүріп ең дос болып келме, әлі қуанасың. Иә, әрине, адалдық достықтың ұлы заңы ғой. Сен де менің ең адал ең керек. Батыс жауынгерде халықта, шығыс жауынгерден халықтан, көмекте жауынгеріне халықпен көрсеткен жақсы. Ал сыйлықтарыңыз болса, екі топ қарама-қарсы жіберейік. Құм бетіне азамат, бүгін менің жан досым кеудемнен дерттер жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп ұзамай алдарда үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскен сол-ақ екен азаматтың аяғына балдыр оратылып, жалғыз аман қалған азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тас қойып, мынандай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды. Жолдастың ісіне аздап таңқалған жәнібек. Алғашқы сынып құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші деп сұрайды. Сонда азамат, бізге біреу зиян тигізсе істегенсің бала азамат. Жәнібек пен азамат деген екі дос. Доспын деп жүрген адамдарда кейде дос болмай шығуы да мүмкін екен, иә? Достық деген өте нәзік нәрсе. Достыққа адал болу керек, достыққа берік болу керек екен, иә? Енді қараңыздар, біз үнемі бірінші жамандығын тергенше өз ойыңды мазалашы сөзді негізге ала отырып, үйде мен қандай доспын деген тақырыпта эссе жазып келеміз. Түсінікті ғой, иә? Өйткені біз үнемі досқа талапты қоямыз. Ой, менің досым деген адал болуымыз болсын. Экранға назар аударайық. Бүгінгі сабағымызды әдемі әнмен аяқтайық, иә? Келген қонақтарымызға жақсы көңіл күй сыйлайық. Ал тыңдаймыз, кеттік, бастайық, иә, әнімізді. Іздеген